сол жерде жерленген деген сөз осыған дәлел болады екен. Енді түрік атаның жерленуіне, түрік ата қай жерде жерленді деген сөзге келетін болсақ, түркілердің шығу тарихына қатысты Жамиғат Таварих кітабында да көптеген деректер келген. Түркілердің шығу тарихын баяндай келе, Алатау мен Қаратаудың, яғни Үртақ пен Күртақтың баурайында түрік ата Түркістандағы хандық түзімді бекітті және сол жерде билік жүргізді. Одан кейін өзінің орнына Алынжа ханды тақ мұрагер етіп қалдырды деген деректер бар. Сондай деректердің бірі, сол жерде деректерде Сайрам қаласы және Талас қалалары міндетті түрде аталады. Енді осы Сайрам қаласы туралы деректі бекерден бекер келтіріп отырған жоқпын. Себебі осы түрік атаның жерленген жеріне оның баласы Тур бір қала салдырады. Сол қала кейіннен Сайрам деп аталады. Оның Сайрам деп аталуының себебі Турдың лақап аты Сайрам болады. Сайрам деген сөздің мағынасы тақ мұрагері деген мағынаны білдіреді екен. Сол деректер осы кітаптарда жазылған. Тарихи Жахангир, Жамиғат Таварих кітаптарында жазылған. Тағы бір Сайрам қаласына бір дерек келтіріп өтейін. Бұл Сайрам қаласы өте адамзат тарихының бастауындағы қалалардың бірі болып табылады. Бұның тарихы өте тереңде жатыр. Біздің тарих кітабының екінші бетінің жалғасы дейді. Сосын Идрис үш басты үш сүмер таудан қайтып келе жатқан кезінде көктен нұр төгіліп тұрған бір орынды көрді де, бұл орынның бір қасиеті бар деген ойға келіп бірнеше күн сол жерде түнеп төңірегін айналып шықты. Ол орын кейіннен түрік атамыз жерленген Сайрам қаласының орны болатын дейді. Көрдіңіздер ме? Түрік атаның жерленген жері Сайрам қаласының орны болатын деп жазылып тұр. Бұл да түрік атаның Сайрам қаласында жерленгенінің дәлелі. Сол сияқты осы кітапқа дәлел болатын Зигзал деген алты бармақ Шымыр би алты бармақтың Зигзал кітабында 319-320 беттерінде келесідей ақпарат берілген. Қараңыздар. Испенжаб дұғасы туралы, бізге бұл жер керек емес. Ал-Джафардың ұлы Мансур, Абдулла Мубарак Хамаданның ұлы Сауд еді дейді. Міне осылардың риуаят етуінше, яғни осы кісілердің айтуынша, олар Әзірет Мұхаммед пайғамбар күншығыста бір мекен бар. Ол мекен Бейіштің шырағы екен. Ол мекен шығыстың жауһары. Ол Ыдырыс, яғни Идрис пайғамбар келіп зиярат етіп кеткен жер. Оған қоса Испенжаб 12 000 асыл кісілер шахид болған жер. Испенжаб екі уалаяттың ортасында орналасқан. Күншығыс батысындағы мекен Қасан деген қала, ал Қабыла тарапында Ташкент қаласы орналасқан. Көрдіңіздер ме? Бұл деректен біз нені білеміз? Бұл деректен біз бұл Испенжаб деп айтып отырғаны бұл Сайрам қаласының кейбір дәуірлерде аталған аты. Испенжаб пен Сайрам екеуі бір қала. Яғни Сайрам қаласы осы Идрис пайғамбар мекендеп кеткен жер екеніне біздің жоғарыдағы Ақтан Софи Құтбтың біздің тарих кітабына Зигзал кітабында да дәлел болып отыр. Өзі негізі шынайы тарих. Бұл тарихты зерттеген сайын, егер тарих шынайы болатын болса, бір кітап екінші кітапқа дәлел болып, екінші кітап үшінші, төртінші, бесінші кітаптар бір-бірін дәлелдеп кете береді. Дәл сол сияқты, мына біздің тарих кітабына дәлел болатын тарихи Жахангир болса, онда келтірілген деректерге дәлел ретінде Жамиғат Таварих кітабы дәлел болып, одан ары қарай басқа кітаптар да бір-бірін сол тарихты дәлелдеп, бір-біріне арқау болып жалғасып кете береді. Енді біз барша түркі халықтарының атасы түрк қай жерде жерленген деген сұраққа жауап беру үшін Ақтан Софи Құтбтың біздің тарих деген кітабына жүгінуіміз керек болады екен. Біздің тарих кітабының 16 бетінде келесідей деректер келтірілген. Яғни түрктің келесідей ұлдар болған: Алынжа, Түтік, Шегіл, Берсінжар, Емлақ, Тарпақ, Тур. Бұл Тур соңында Сайрам деген лақап атқа ие болды дейді. Яғни Турдың Сайрам деген лақап аты болған. Турдан, Сайрамнан Испенжаб, Афрасияп және басқа да ұл қыздары болды. Сайрамның мағынасы, Сайрам деген сөздің мағынасы тақ мұрагері дегенді білдіреді. Оның себебі түрік атамыз қайтыс болғаннан кейін Тур оның ата қонысына ие болып, тағына мұрагер болды. Сөйтіп оған Сайрам деген лақап ат дарыды. Және ол түріктің жерленген мазаратының маңайына бір қала тұрғызды да, кейіннен ол қала оның атымен Сайрам деп аталды. Көрдіңіздер ме? Яғни түрік ата қайтыс болғаннан кейін оның мазаратының жанына Тур, яғни лақап аты Сайрам, Тур бір үлкен қала тұрғызады. Ол қала сол Турдың шарапатына кейіннен Сайрам деп аталады. Яғни қазіргі таңдағы Шымкент қаласының маңайындағы Сайрам қаласы, көне Сайрам қаласы, осы түрк ата қайтыс болған жер, яғни түрк атаның мазараты, оның кесенесі болған жер, сол Сайрам қаласы болып табылады екен. Тур негізін қалаған Сайрам қаласы қазіргі таңдағы Шымкент маңайындағы Сайрам қаласы болып табылады екен. Демек, түрк ата қай жерде жерленген деген кезде біз Сайрам қаласында жерленген деп нақты осы кітаптарға сүйене отырып дәлел келтіре алады екенбіз. Енді оны біз біздің тарих кітабындағы түп нұсқадан да оқып көрейік.
Ол жерде сол баяндалай келе Бирсинжар, жаңа айтып өткендей, Бирсинжар ва имлақ ва торпақ ва тур ва ушбу тур ақыр ақибат сайрам дигәш лақабға мияссар булди. Бұл дегеннен сол жаңағы Бирсинжар ва имлақ ва тур дейді. Және осы тур кейіннен ақыр ақыбат сайрам деген лақапқа мияссар болды, ие болды деп жатыр да. Енді төмендегі сөздердің жалғасы. Турдин, яғни сайрамдин, испиджаб ва афрасияб ва анин уғланлари ва қизлари булдилар ва сайрам сөзни мағнаси мирас тахтдур ва сабаб анга турк баба. Яғни бұл жерде турдың, яғни сайрамның, испиджаб турдың, яғни сайрамның дейді. Испиджаб және афрасияптан оның ұлдары, қыздары болды. Және сайрам сөзінің мағынасы мирас, тахт деген, тахтың мирас қоры, сабак анга турк деп жатыр. Себебі оған осылай деп аталуына себеп болған турк баба деп ары қарай жалғастырып жатыр. Яғни бұл жоғарыда айтып өткеніміздей, мынау сөйтіп оған сайрам деген лақап аттарды деген сөздің жалғасы. Және ол атамыз түріктің жерленген мазаратының маңайына бір қала тұрғызды да, кейін ол қала оның атымен сайрам деген атаумен қалды деген, мынау сайрамнан Куршат, яғни сайрам намымен аталып кетті деп жатыр. Турдың атымен, яғни турдың лақап атымен. Так, енді келесі тақырыптарда біз енді Оғызхан қай жерде жерленген деген тақырыпқа тоқталайық. Оғызханның жерленген жерін Жамиғат Тауарихтың 55-ші бетінде мынадай деректермен дәлелдер келтірілген.